Бұрынғы заманда жігіттің астындағы атына қарап таныса, қазіргі уақытта оның көлігіне қарайды. Әрине, мұндай бағаланатын көліктер қатарына күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрген темір тұлпарлар кәдеге аса қоймас. Кейбір жан өзінің ескі темір тұлпарларын ерекше ықылас туғызып, одан заманауи көлік жасайды. Ал бүгінгі таңда ел назары ең қымбат, ең жылдам және ең ыңғайлы көліктерге түсіп, оларға баға беріп, оны мініп жүрген жандардың рахатқа бөленіп жүрген сөз етеді. Көлік айдап жүрген жүргізушілер де сырт көзден мұндай әрекет болатынын сезіп, ыңғайы келсе жылдамдығын арттырып, әртүрлі қимылдар жасап, өзінің ерекше көлікте отыратынын білдіреді. Мұндай көліктерді көруге оның қалай жасалғанын бүкіл әлемнің жігіттері бірден назар аударады. Әлемдегі ең жылдам автокөліктер тізіміне таныс болыңыздар. Бүгін сіздерге әлемдегі ең жылдам 5 көлікті көрсететін боламыз. Бұл тізімде Koenigsegg CC-X автокөлігі 5-ші орынға ойысты. V8 қозғалтқышымен жабдықталған көлікті көрген кезде бас шайқамау мүмкін емес. Оның максималды жылдамдығы 394 км сағатына. 806 аттың күші бар көлік 100 км сағатты 3,2 секундта жетеді екен. 4-ші орын. Salin S7 TT көлігінде. Ол 750 аттың күшіне ие темір тұлпар. Максималды жылдамдығын 399 км сағат жеткізген екен. Аталған көлік 100 км сағатты 3,2 секундта жетіп барады. 3-ші орынды Bugatti Veyron AB16-4 автокөлігі иемденген. Максималды жылдамдығы 408 км сағат жылдамдықпен қозғалатын темір тұлпардың бүгінгі күндегі құны $2,7 миллион құрайды. Формула 1 автокөліктердің жылдамдығымен бірдей жүретін көлікке кімнің болса да берер бағасы жоғары. 2-ші орында Bugatti Veyron Supersport автокөлігінде. 2014 жылы ең жылдам автокөлік саналған темір тұлпардың максималды жылдамдығы 431 км сағатына. 2-ші және 3-ші орынды қанжығасына байлаған Bugatti компаниясының мамандарына әлі де талай ең жылдам автокөлік шығарады деп үміттенеміз. Назарларыңызға әлемнің ең жылдам супер автокөлігі Hennessy Venom GT деп аталатын темір тұлпар 435 км сағат максималды жылдамдықпен қозғалады. Теңдессіз рекордсымен алдына жан салмай келеді. Бірақ жылдамдықты арттыруға құштар жандар мұның да алдын орап өтер көліктерді құрастырып жатқанына сеніміміз мол. Көлігіңіз жылдам жүрген жақсы әрине, бірақ жол бойында бұл тұлпар тағдырыңызды шешу мүмкін. Сондықтан сапалы көлік алсаңыз, салмақты айдағаныңыз дұрыс болар. Осымен біздің видео аяқталды. Видео ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып кетіңіздер.